Киелі Әулие-Ата өңірінде 2025 жыл кітап оқу жылы деп жарияланғаны белгілі. Осыған орай бүгін Әулие-Ата кітап оқитын өңір жобасының ресми ашылу салтанаты өтті. Ғасырлар бойы адамзаттың рухани азығы болған кітап оқуды насихаттауға бағытталған шараға облыс әкімі Ербол Қарашөкеев бастаған зиялы қауым өкілдері, ақын жазушылар, қоғам қайраткерлері мен белсенді жастар қатысты. Толығырақ алдағы сюжетте. Көне Тараз тарихи этно-мәдени кешенінде өткен жиында облыс әкімі Ербол Қарашөкеев кітаптың рухани және зияткерлік дамудағы маңыздылығын ерекше атап өтті. Оның айтуынша кітап оқу адамның дүниетанымын кеңейтіп қана қоймай, өмір сапасын жақсартатын негізгі тетік. Әкім өз сөзінде кітаптың ұлттық, мәдени және рухани байлығын қалыптастырудағы орнына тоқталып, жастар арасында кітап оқу мәдениетін насихаттау қажеттігін алға тартты. Бұл бастама ұрпақтың саналы әрі білім болу үшін маңызды қадам екенін атап өткен Ербол Қарашөкеев өңірде кітапқа деген қызығушылықты арттыру бағытында жүйелі жұмыстар жүргізілетінін жеткізді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев әдебиет ойымыздың тереңдігі мен рухымыздың асқақтығын айғақтайтын ұлы қазына деп бекер айтпағаны белгілі. Яғни, қай кезде болмасын, әдебиет ұлтты тәрбиелеуші басты құрал болып қала бермек. Біздің басты міндетіміз жастарға ұлттық құндылықтар мен салт дәстүрімізге сай тәрбиелеу. Әсіресе қазіргі жаһандану кезінде ұлттық бірегейлігімізді сақтап қалудың маңызы зор деп білеміз. Кітап адамның зияткерлік дамуының негізгі құрамдас бөлігі. Сондай-ақ, ол басқа ақпарат көздерімен салыстырғанда бәрінен жоғары тұратыны баршамызға анық. Кітап адамзат баласының сан ғасырлық ақыл-ойының даму үрдісінің жемісі, өткен тарихы мен өмірлік тағылым танымының алтын сандығы. Шара барысында өңірдің белсенді жастарының бірі, жас ақындар қауымының көшбасшысы Арайлы Жақсылық биылғы жылдың кітап оқу жылы деп жариялануының маңызы жайлы өзінің ой-пікірін арна тілшілерімен бөлісті. Облыс әкімі Ербол Қарашөкеевтің бастамасымен жыл кітап оқу жылы ретінде жарияланып отыр. Негізінде, шын мәнінде осыған дейін де өңірде кітап оқуды насихаттауға байланысты көптеген жобалар жасалған, ал биылғы жылдың кітап оқу жылы ретінде жариялануы ол осы кітапқа деген махаббатты еселей түседі деген сенімдемін. Жалпы өзім баспа саласында қызмет еткендіктен және өзім қазір жергілікті басылымда қызмет ететіндіктен кітап деген дүние бала күннен ол дүниеден алыс емеспін. Сондықтан осы кітап оқу жыл аясында өтетін шаралардың, жалпы кітаптың насихатына бір кісідей ат салысатыныма өзім ерекше қуанамын. Шара соңында Сәулембай Садықұлының Бозбаран, Шымкентбай Өмірзақұлының Өмір кешінде қателік мұңы, Әділбек Баққарұлының Қайран елім, қазағым, қайран жұртым атты кітаптарының тұсауы кесілді. Фархат Қаумен, Әділжан Сайлаубеков, Әлімжан Ақпаев, 77 News.